Құрметті оқырман, бұл әңгіме шалғай ауылда болған шынайы оқиға. Шаңырақтың ұйытқысы болған енесі өмірден өткен соң келіннің басына бұлт үйірілді. Күйеуі сатқандық жасап, өзге әйелдің жетегінде кетті. Ал қайын атасы келінді өтірік қорғаштаған болып, арам ойын іске асырды. Бұл оқиғаны өмірде болмаған деуіңіз мүмкін. Бірақ өкінішке орай, мұндай зұлымдық пен қорлық кей отбасында жиі кездеседі. Бірақ көбіне айтыла бермейді. Сабақ болсын деп жарыққа шығардым. Қара шаңырақтың есігін келін бақытпен аттаған. Үлкендердің батасымен, ағайынның ақ тілегімен тұрмысқа шыққан қыз жан-жағына нұр шашып жүретін. Бірінен соң бірін 3 сәбиін дүниеге әкелгенде төрдегі қариялар да, көрші қолаңда таңдай қақты. Нағыз бақыт осы шығар деп ойлады келін сансыз рет. Бірақ қара бұлттың қай күні үйірілерін ешкім білген жоқ. Енесі күлімсіреген күйі жүріп іштей дертпен алысып жатқан. Келініне сездірмеді. Бар уайымы отбасының тыныштығы еді. Күйеуінің мәртебесі күннен күнге өсіп, жақсы қызметке тағайындалды. Үйге сирек оралса да келгенде сыйлыға келетін, балаларын сүйетін, келін тағдырына мың алғыс айтатын. Бәрі жақсы еді, бәрі де көзге көрінбейтін ұрланған бақытта еді. Енесінің шүңірейген көзі күн сайын солғындап бара жатты. Тіліне шағым салмады. Түнде ұрлана жылап іштен тынды. Асқазанның жанын жеген сырқат күн сайын үдеді. Бір күні түскі шай үстінде енесінің қолындағы кесесі сынып түсті. Ол еңкейген бойы қайта көтерілмеді. Ауруханаға жеткізгенмен дәрігерлер ауыр үкімі бәрі аяздай қарып өтті. Кешіріңіздер, асқазан рагының соңғы сатысы. Бір апта өтпей енесі бақилық болды. Қара шаңырақтың іргесі сықырлады. Көңілдер қаңырады. Келін енесінің жансыз денесін құшақтап, ащы зармен жер жастанды. Енді бұл үйде оны қорғайтын адам қалмаған еді. Жесір үйдің шаруасын жалғыз арқалаған келін күндіз күлкіден, түнде ұйқыдан айырылды. 3 балапанын жетектеп жүріп, тірліктің бар салмағын көтерді. Күйеуінің үнсіздігі жүректі мұздатты. Әуелде қызметтің қамы шығар деп адықтады өзін. Бірақ бір күні қақпадан бейтаныс жас әйел қолында баласымен бірге кірді. Жанында күйеуі: "Бұл менің баламның анасы, бұдан былай ол да осы үйдің адамы", деді күйеуі безбүйрек үнмен. Келіннің жүрегі сол сәтте тоқтап қалғандай болды. Үйдің іші бозғылт үнсіздікке көмілді. Қайната таяғын сылпылдатып табалдырыққа шықты. Көңілдес қыздың жүзіне тіке қарады. Бұл үйдің төріне зинақор аяқ баспайды деп көретті. Ұлына шапалақпен тартып жіберді де екеуін қуып шықты. Келін езіліп тұрды. Іштей әкесіне алғыс айтты, бірақ жараланған жүрек сарылмайтын еді. Келін енді жалғыз еді. Қара шаңырақтың ескі терезелерде күңіреніп тұрғандай сезілді. Кешкісін пеш басында 3 сәбиін құшақтап отырып үнсіз жылайтын. Түнде орнынан тұрып енесінің бос орындығын сипалайтын. "Мен шыдаймын, мен олар үшін өмір сүремін" деп өз-өзін қайрап жүрді. Бірақ ішкі күйзеліс оның нәзік жанын мүжіп бара жатты. Күндердің күнде атасы келіннің қасына отырып арқасынан қақты. "Қорықпа жаным, мен сендер үшін бармын, балалар менің ұрпағым", деді. Келін алғыс айтты. Енді тек осы кісіден тірек табармын деп үміттенді. Алайда түндер өте келе атасының көзқарасы өзгере бастады. Күйеуі қолдауы мейірім емес, ашкөз құмарлыққа айнала бастаған еді. Келін сезді, бірақ сенгісі келмеді. Ол түнде көзі ілініп кеткен екен. Қап-қараңғы бөлменің ортасында бір ауыр көлеңке пайда болды. Біреу қасына еңкейіп, бетіне ыстық демін бүркіді. Келін шошып оянды. Қайнатасының көзі шоқтай жанып тұрды. Қолын иығына салып тырп еткізбей ұстады. "Қорықпа, мен сендерді қорғаймын", деп сыбырлады. Келін бар күшімен қарсылық көрсетті, бірақ қажырлы қарияны жеңу мүмкін емес еді. Ол түнде келіннің арын таптады. Келіннің жүрегі сол сәтте мәңгіге сынды. Келін таң атқанша дірілдеп жатты. Жан жарасы тән жарасынан ауыр еді. Келесі күні қайнатасы ештеңе болмағандай шай үстінде жайбарақат отырды. "Кешегі түнді ұмыт, бәрі сенің амандығың үшін", деп салқын дауыспен.
Келін үнсіз күйініп, 3 баласын жинап, шапанын кие салып үйден шықты. Бойындағы ауырлық зорлықтан да ауыр еді. Келін төркініне келіп еңіреп жылады. Анасы үнсіз тыңдады. Әкесі шапанын сілкіп: «Кім көргеннен қорқсақ, мына өмірде не істемекпіз? Еркек деген жүре береді. Сен тірлік үшін төссің болмас па еді?» деп зілді, деді зілмен. Келін тіл қатпады. 3 баласын құшақтап, төркін үйдің бұрышында бүктісіп отырды. Ертесі үн-түнсіз кетіп қалды. Қаланың шетіне бір ескі жатақханада бөлме жалдады. Жұмысқа тұрды. Балаларын күндіз балабақшаға, түнде қасына жатқызды. Күндер өтіп жатты. Аурудан қалған шошынысы кетпеді, бірақ ол балалар үшін күресті. 1 жылдан соң кафеге жұмыс істеді. Сол кафені жалға алды. 2 жылда пәтер алды. 3 жылы балалары мектепке барды. Келін қайта тұрды. Ал күйеуі жас көңілдеске алданып ақшасынан айырылды. Ол қыз өзге еркекпен кетіп, баласын тастап кетті. Күйеуі қайыршыға айналды, ішкілікке салынды. Әкесімен бірге араққа салынып, бір күні көшеде өлі табылды. Жылдар өтті. Келін жетімдер үйіне өткізбеді балаларын. Кафесі өсті, кішкентай асханаға айналды. Тұрақты клиенті де көбейді. Қыздары мен ұлдары ер жетті. «Анашым, сізге біреу жолықса қайта тұрмыс құрыңыз» дейтін. Сол кезде ол үндемей жымиып қоятын. Іштей жауап берді: «Қызым-ау, мен сендерден басқа ешкімге сенбеймін ғой. Қайтадан біреуге жүрек ашып, сосын тағы сатқындық көремін бе? Жоқ, еркектен көңілім қалды. Ол көңіл қайтып ашылмайды. Оны жалған бақыттың қызығы өлтірген». Құрметті оқырман, өмірден алынған шынайы оқиғаларды тыңдағыңыз келсе, менің арнама тіркеліп, лайк, комментарий жазып қолдап кетіңіздер. Келесі кездескенше.